Саламатсыздар ма, ардақты ұстаздар, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен бірге Ақтаев студиясы және мен Ағыбаева Еркемай. Қыркүйек айының 27 жұлдызында Ақтаев студиясы кезекті зейнеткермен сұхбаттасу айдарын назарларыңызға ұсынады. Бүгін біз Қосназарова Дәметкен апайымыздың шаңырағына келіп тұрмыз және тәттілерімізді де бірге ала келдік. Бізбен бірге болыңыздар. Ұстаз ұлағатты ұлы есім. Әр адамның жүрегіне ерекше жылулық нұрын себетін аяулы тұлға бейнесімен өзекте соғым. Алғаш әріп танытып, өмірдің қыр-сырын білуге, сан қилы құбылыстарын терең түсінуге мұрындық болып, жан дүниеңе нұрлы шуақ түсіріп, адамгершілікке баулған мұғалімнің бейнесі көңіл төрінен орын алары анық. Бүгін біздің Ақтаев студиясында қонақта зейнеткер ұстаз, аяулы ана, ардақты әже Қосназарова Дәметкен апайымыз. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға дегендей, менің білуімше Ғұбайдолла Ақтаев атындағы номер 6 мектеп гимназиясында 30 жылдан астам бастауыш білім мұғалімі қызметінде еңбек еткен екенсіз. Қазір зейнеткер ұстаз атанып отырсыз. Сізге қояр бір-екі сауалнамаңыз бар, соған жауап берсеңіз. Бірінші сұрақ, ұстаздық өмірге қалай келдіңіз және алғашқы жұмыс күніңіз қалай өтті? Өзім 6 мектепте оқыдым, содан кейін педучилище, одан кейін Оралдың пединститутын бітірдім. Жұмыс істеп жатырмын, 30 жылдан артық ұстаз болдым. Атадан қалған ол сөз деп жатсың ғой, ұстаздық еткен жалықпас деп. 30 жыл еңбегім, қазір көп рахмет. Қабдада 10 жыл істедім. Үшкіл интернатта Құсайынов атындағы мектепте 10 жыл істедім. 6 мектепте соңғы оқуның уақытында 10 жыл істедім. 30 жыл ұстаз болдым, еңбегі еттім. Еңбегіме көп рахмет. 6 мектепте 9 класстан бастап оқыдым. 9-10-ды бітірдім. Одан кейін Оралдың пединститутын бітіріп, қайтадан тағы қайтып келсе мектеп болып жұмыс істедім. Жұмысты мектепте, 6 мектепте үлкен, ол уақытта қалада ұшақ мектеп болды. 6 мектеп, сосын 16 мектеп, Москва жақта 10 мектеп. Сол үш қазақ мектептің ішіндегі 6 мектеп ең жақсы, күшті мектептің бірі болды. Көптеген ұстаздар етті. Математикадан берген Ақтаев Ғұбайдолла дейтін ағай болды. Одан кейінгі тарихтан, историядан берген Камал апай, Ақтаев деген ағай математикадан сабақ берді, физикадан, Саубұңға, Тамуова ағай сабақ берді. Бірнеше мұғалімдер сабақ берді. Мектеп үлкен, ол кезде Ақтөбеге келіп мектепке оқу біз үшін үлкен дәреже болды. Жақсы оқыдық. Отличник болмағанмен де жақсы орта мектептен жақсы отырдым мектепті. Мектеп бітіріп, Оралдың пединститутын түстім. Артынан оның қазақ группасы болып, Буривка ауыстық. Соменен 30 жыл еңбегімнің бәрі еңбегіме көп ризамын. Соның ішінде өзім 6 мектепте оқығаннан кейін класс жетекшім Қауанов апай, Қибат деген. Қазір бар жоғын білмеймін апайдың. Сол класс жетекшіміз болды. Ақтаев ағай математикадан сабақ берді. Ағай күшті математик болды. Содан кейін физикадан Тамуов дейтін ағай сабақ берді. Оларды апай ұмытуға болмайды. Күлкасима деген апай әдебиеттен сабақ берді. Оны көптеген мұғалімдерге мың рахмет айтамын. Әсіресе оққан мектеп, 6 мектеп десе, жанынан өткенде әлі күнге дейін мектебіме славойым жауылып кетеді. Мектеп. Енді 9-10-6 мектеп бітірдім. Содан кейін Оралдың пединститутына түсіп, оның қазақша группасы алгоритмін оқыдым. Қазір жұмыс істеп жатырмын. 30 жыл жұмыс істедім ұстаз болып. Ұстаздығыма үлкен ризамын. Қазір оқытқан балдарымның көбі директор. Бурин Теміржан.
оқытқан алғашқы оқушым. Қазір Қабдада осы жұмыс істедім, 10 жыл сол Қобда районында жұмыс істеген уақытында жұмыс еңбек еттім. Мінекей қазір демалыстамын. 30 жыл еңбегімнің ішінде мектебіме мыңдап рахмет айтам. Мыңдаған ұстаздар болды. Ақтаев ағай, Тамуов ағай, Күлкасим апай, Қауанова Қойбат дейтін апай, бәрі мұғалімдерімді еш ортада ұмытпаймын. Енді Тамуов пен Ақтаев ағай о дүниеде, Күлкасим апай о дүниеде. Енді қазір кім апай бар еді, бейілдікқа хабарласқан жоқпын, бар жоғын білмей. Қауанова Қойбат деген апай. Қауанова педагогикадан тарихтан сабақ берді. Ақтаев ағай математикадан сабақ берді. Тамуов ағай физикадан сабақ берді. Мұғалімдерімізге көп рахмет. 6-шы мектептесе төбем қол аяғымды жинап 6-шы мектепке жүрегім жаным ашып кетеді. Мектептен интернаттың қасына былай жүрсем де 6-шы мектепке үлкен сәлем айтам. 10 жыл Үшкөл интернатта Құсайынов атындағы мектепті істедім. 10 жыл 6-шы мектепті істедім. 10 жыл Қабдада жұмыс істедім. 30 жыл жұмыс істеп, міне қазір зейнеткер демалыстамын. Рахмет, ұстаздарым келіп сәлемдесіп, 6-шы мектептің мұғалімдері келіп қайта келіп рахмет звондап тұрады. Сіздерге көп рахмет айтам, айналайын. Еңбектерің жемісті болсын. 6-шы мектеп десе қол аяғын бірге көтерем. Мектептің талабы оң болсын, жұмыстары оң болсын деймін. Ұстаздық өмірге келуге кім себепкер болды? Әлде бұл өзіңіздің бала күнгі арманыңыз болды ма, ұстаз болу? Ұстаздық өмірге келуіңізге кім себепкер болды? Ұстаздық өмірге бір әкемнің інесі қызы болды мұғалім. Өзім құттай күннен бастап мұғалім болып арманым. Қолыма кітап ұстап, балдар жинап қойып, сол арманыма жеттім. 30 жыл еңбек еттім. Еңбегіме көп тәубем. Қазіргі таңда Ақтаев мектебіне, мектеп гимназиясына, ұстаздарына, оқушыларына, ата-аналарына айтатын алғысыңыз бар ма? Ата-аналарыма да ұстазым Қауанова апай айтайын, бар жоғын білмеймін, бейілдікқа хабарласқан жоқпын. Содан кейінгі Күлкасим дейтін апай болып әдебиетім, о да дүниеден кетті. Жоқ, енді бірге жұмыс істеп жүрген ұстаздарым, мұғалімдердің ішіндегі бірге жүрген Қауанова апай бар еді, былтыр бейілдікқа хабарласқан жоқпын. Жақсы, 6-шы мектеп сол уақыттағы Ақтөбедегі үлкен мектептің бірі болды. 6-шы мектепті оқуға армандаған адам көп болды. Соның бірі мен өзімде сол 8-ді Қабдадан бітірдім де, 9-ды Ақтөбеде интернат осы меден бітірдім 6-шы мектептен. Сондықтан да мектебіме атадан қалған ұлысы зор, алтын ұя мектебім біліммен көк дедім деп. Ал мектебіме, оқытқан мұғалімдеріме көп рахмет айтам. Енді біздің оқыған үлкен мұғалімдердің біразы о дүниеде демалып жатыр. Ал басқа енді Қауанова апай бар еді, бейілдікқа хабарласқан жоқпын. Қазақ әдебиетінен Күлкасима деген апай бар. О да осы 2 жылдықта қайтыс болды. Мектепке үлкен 6-шы мектепке оқығаныма 2 дүниеде да ризамын. Еңбектерің жемісті болсын, сендерге айтатыным, еңбек еткен ерінбей, тояды қарнын тіленбей деп атадан қалған сөз бар. Еңбек етіңдер, еңбектің түбі рақат. Мінекей соның 30 жұмыс істеп қазір демалып жатырмын. Апай, сізге арнайы мектеп мұражайына осындай естелік суреттерді тауып, арнайы сізге шығартып алып келдік. Мына естелік суреттерден өзіңізді таба аласыз ба? Ұстазға тағызым. Тастағыран көзім көрмей жатыр. Қандай шара, осы жерде кімдерді танисыз дегенде? Көзім қараңғы көрінбейді. Қандай естелік суреттер? Кім мұғалімдер бар мына ішінде? Бақыт Зұлқарнайым апайымыз бар. Бақыт? Иә. Дина Базарбаевна апайымыз бар, Шолпан Серікбаевна апайымыз бар. Мына жерде сіз отырсыз. 2011 жылы
10 ай бірінші күн түсірілген сурет бұл. Мгм. Мынандай естелік суреттеріміз бар. Мектептің мәжіліс залында түсірілген. Мгм. Есіңізге түсіп жатыр ма? Көрдім, Көрініп көрдім. жатыр ма? Мынандай суреттер де бар. Естелік суреттер. Мынау кім апай бар? Балда оқушылар ма? Иә, көне суреттер бұрынғы. Мм. Жақсы, еңбектерің жемісті болсын, жақсы, үлкен талаппын. Дәметкен апай, алдымызда ұстаздар күні, қарттар күні келе жатыр. Соған орай мен өзім өз жанымнан өлең шығаратын бар, ақындық қасиетім. Соған сізге арнап өлең шығардым, қабыл алыңыз. Жақсы. Құрметті Дәметкен апайға, бала жанын бағбан болып гүл еткен, сізде жанды бүгін мен де жыр еткем. Өзіңізден үлгі аламыз біз бүгін, болашаққа талай шәкірт түлеткен. Өзіңізді теңеймін мен асылға, еңбек еткен білім бұлақ басында. Алтын қазынаға жетекші де болдыңыз, өзіңізде қазынасыз расында. Қандай ғажап ғаламатау үніңіз, мейірімнен нұр төгеді жүзіңіз. Дәметкендей аяулы ұстаз ардақты, ортамызда аман есен жүріңіз. Рахмет. Игі тілекпен Ғұбайдолла Ақтаев атындағы номер 6 мектеп гимназиясы, мектеп президенті, жас ақын Ағыбаева Еркемай және мектеп оқушылары. Рахмет. Молодец, жақсы. Бұл суреттер шығарылған өлең жолдары сізде естелік болып қалады. Сізге естелік ретінде табыстаймын. Маған бересің бе? Иә, естелік ретінде. Ертең жарықта қараймын ғой. Суретке түсіре беріңіз. Еңбек еткен ерінбес дегендей, осы еңбектерің жемісті болсын. Енді 6 мектеп ертеден келген мектеп, сондықтан да 6 мектепке аяқ қолымның басынан иіліп сәлем етем. Оқыдым, жұмыс істедім. 9 жылда оқыдым да, бітіріп келіп 10 жылдай мектепте сабақ беріп жұмыс істедім. Басшылық сыныпта. Не оқытқан балдарым, директор, не Гурин деген Тимур, несі, қазір директор шықса. Бірнеше оқытқан балдарым өзі пенсияға шықты, демалыста. Біразы. Дәметкен апай, тағы да бір сұрақ қойсам. Алғаш рет Ғұбайдолла Ақтаев атындағы номер 6 мектеп гимназиясына алтын қазына атты мұражай ашып, соған өзіңіз жетекшілік болған екенсіз. Алтын қазына мұражайы жайлы айтып берсеңіз бізге. Қай жылы аштыңыз? Қандай мақсатта аштыңыз? Енді бірінші мақсатым ашқан уақытында ардагерлердің ісін жинадық, бұрынғы ұстаздардың, сосын жұмыс істеп демалысқа шыққан соң алғашқы мектепте Ақтаев Ғұбайдолла деген ағай математикадан сабақ берді. Одан кейінгі таму физикадан сабақ берді, таму ағай, Күлкасим апай, Қауынов апай, бірнеше апай мұғалімдер сабақ берді. Сондықтан да 6 мектепке үлкен алғыс айтам, қасынан өткенде иіліп сәлем етем 6 мектепке. Мұражайды қай жылы аштыңыз? Оның жылының ойымда жоқ. Асық болсын әрдайым. Жұртқанда жолдарың болсын, қыдырата жолда болсын. Еңбектерің жемісі болып, дендеріңе саулық болып.